6 сынып оқушысы Жолдасбек Арсен Абай атамыздың 75 жылдығына орай ұйымдастырып отырған өлеңдер мен әндерін жатқа оқу эстафетасын 6 сыныбының оқушысы Аминадан қабыл алдым. Абай Құнанбаев 16 қара сөз. Қазақ құлшылығын Құдайға лайық болса екен деп қам жемейді. Тек жұрт қылғанда біз де қылып жығылып тұрып жүрсек болғаны дейді. Саудагер несиесін жия келгенде тапқаным осы, біттім деп алсаң әр айтпесе саған, бола жерде мал қазан бар дейтұғыны болушы еді ғой. Құдай тағаланы дәл сол саудагердей қыламын дейді. Тілін жаттықтырып, дінін тазартып, ойланып, үйреніп әлек болмайды. Білгенім осы, енді қартайғанда қайдан үйрене аламын дейді. Оқымадың демесе болады дағы тілімнің келмегеніндей қайтушы еді дейді. Оның тілі өзге жұрттан бөлекше жаратылып па? Осы эстафетаны 5 сыныбының оқушысы Мұсахан Нұртілеуге жолдаймын.